Сәлем достар. Бурак Өзчевит бірнеше жылдың ішінде Түркиядағы ең танымал актер бола алды. Бірақ жұлдызды сымбатты адамның беделі соңғы уақытта көбірек зардап шегеді. Бурак Өзчевиттің есімі Түркиядан тысқары жерлерде де белгілі. Өзінің таланты мен тартымды келбеті арқасында әртіс әріптестері армандайтын танымалдылыққа ие болды. Бірақ атақ-даңқтың кемшілігі бар. Оны актер жақсы біледі. Бурак үнемі үлкен жанжалдарға тап болады. Актер не опасыздық, не агрессивті мінез-құлығы үшін айыпталған. Бірақ оның түрік жұлдызы Олимпке қатысты ұстанымы әлі де күшті. Жанжалдар мен кенеттен атақ Өзчевиттің Евженге деген сезіміне әсер етпеді. Сондықтан 2017 жылы ғашықтар үйленуге шешім қабылдады. Сол кездің өзінде олар Түркиядағы ең әдемі жұлдызды жұп аталды. Барлық бренд әуесқойлары жарнамалық келісім-шарттар жасауды армандады. Ал олардың үйлену тойындағы фотосуреттер ыстық бәліштер сияқты сатылып кетті. Күйеуі үшін Фахрие бірнеше жыл мансабын тастап кетті. Ол ұлды дүниеге әкелді. Сырттай қарағанда ерлі-зайыптылар жанкүйерлерге әрқашан идеалды болып көрінді. Бұл жерде бір бірақ болды. Өзчевит үнемі алаяқтық жасады деп айыпталды. Көптеген жылдар бойы Бурак модельдермен, актрисалармен, тіпті ресейлік жұлдыз Виктория Бонимен қарым-қатынаста болды. Көбінесе бұл қауесеттер растауға негіз жоқ қарапайым болжамдарға негізделген. Қара махаббат сериалының түсірілімінде назар аударарлық оқиға болды. Сюжетте Бурак және Неслихан Атагүл ойнады. 7-10 эпизодтың ішінде кейіпкерлер бір-біріне деген құштарлықпен жанып ажырасады, немесе қайта қосылады. Актерлердің көрсеткен бұл құмарлығы журналистерді де қатты қызықтырды. Нәтижесінде Өзчевит пен Атагүлдің арасындағы жасырын романтика туралы қауесеттер пайда болды. Бұл әңгімелердің шынайы болғаны сонша, Неслиханның күйеуі оларға сенді. Осыдан кейін Кадир Доғлу мен Бурак Өзчевит арасында араздық басталып, ашық қақтығысқа ұласып кете жаздады. Ең ақылға қонымды қауесет негізгі Осман тарихи драмасында түрік секс-символымен бірге ойнаған Өзчевит пен өзге түрлердің ресми қарым-қатынасы туралы болды. Бастапқыда әртістер бұл болжамдарды елемеуге тырысты. Бірақ әр эпизод шыққан сайын Бурак пен өзгеге қарама-қайшы пікірлер көбейе түсті. Нәтижесінде өзге төрер тыныштықты бұзуға мәжбүр болды. Менің сезімдерім туралы қауесет жай ғана қауесет. Мен оны өз ойыныма берілген жоғарғы баға ретінде қабылдаймын деп бөлісті. Жұлдыз өз ойымен. Қазіргі уақытта Өзчевиттің ғашықтары болған немесе бар деп болжауға негіз жоқ. Дегенмен бұл жанкүйерлерге Фахрие мен Бурактың ажырасуын жылдан жылға талқылауға кедергі келтірмейді. Жанжалдар атақ-даңқтың мәңгілік серіктері. Ал адам соншалықты танымал болған кезде оларсыз мүмкін емес. Сондықтан Өзчевит мезгіл-мезгіл жағымсыз нәрселерге араласатын болды. Көбінесе жұлдызды тәкаппар мінез-құлығы үшін айыптады. Жанкүйерлер Бурактың жанкүйерлерімен әрдайым дерлік дос емес екенін және суретке түсіп сұхбат беруді қаламайтынына шағымданды. Соңғы уақытқа дейін бұл тек оқшауланған ашулы пікірлер болды. Бірақ 2023 жылдың қарашасында нағыз ақпараттық бомба жарылды. Осман сериалының бірнеше мүшесі Буракты жөнсіз мінез-құлығы үшін айыптады. Олар әртістің оларға балағат сөз айтқанын, өзін агрессивті ұстағанын, тіпті шығармашылық топты қорқытқанын алға тартты. Әрине, секс-символ бірден жұлдызды аурумен айыпталды. Өзчевит өзіне қарсы айтылған мәлімдемелерді жоққа шығарып, өзін ақтауға тырысты, бірақ кеш болды. Орынсыз мінез-құлық ісі сотқа дейін барды. Енді Өзчевит 4 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның туған күніне аз уақыт қалғанда 21 желтоқсанда актер жеке қатысқан алғашқы сот отырысы өтті. Бурак өзіне тағылған барлық айыптарды жоққа шығарып, туындаған жанжалды жоспарлы арандатушылық деп шешті. Әрине, мұндай танымал адамның түрмеге жіберілетініне көп адамдар сенбеді. Бірақ Өзчевиттің беделі сөзсіз зардап шекті. Алдағы жылдары жұлдыз жанкүйерлердің сенімін қайтаруы керек. Әйтпесе
түрік секс символы осы жылдар бойы мақтанышпен отырған Алим шынынан кетіп қалу қаупі бар. Менің ойымша жұлдыздың өмірі жақсы болады. Сіздердің ойларыңыз қалай? Комментарияға жаза кетіңіздер. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әлі алда талай қызық болады. Келесі кездескенше.